Үлкен үйдегі үрей. Екінші бөлім. Арслан үйге кіріп кеткенде аулада Жақып Нүрия бәйбішемен кездесіп қалды. Баяғыда Хадишаны түсіргенде, құдалыққа келгенде, өздерін арқа-жарқа күтіп, үйіне күндес емес, келін түсіріп жатқандай шабылып жүрген бәйбішені көргенде шын риза болған еді. Содан келіп кеткеннен құдағиын сұрағандай сұрастырып жүретін. Ойпыр-ай, сондай пейілі кең екен, деп отыратын. Анасы Зерліханда Қадышшаның енесі сияқты, деп риза болатын. Өзі ақкөңіл, даланың қазағы. О, бәйбіше, сіз үйде екенсіз ғой, көрінбегенге төркіндетіп кетті ма десем, деп келіп, қос қолдап амандасты. Тоқалдың ағасының адал жан екенін білетін Нүрия. Амансыздар ма? Құда-құдағилар қалай? Ел-жұрт аман ба? Деп жатыр. Кеше келгенде Жақып Нүрия бәйбішені сұрап еді. Қарындасы бірдеңе деп жауап берді. Жөнді естімеген соң қоя салған еді. Үйге қарай бұрылғанда есік алдында тұрып, қаладағыларша алдымен бәйбішені өткізгісі келген еді. Ол кісі: «Ой, Жақа, мені мына үйге бөліп қойған», деп міңгірледі де жер тамға қарай бұрылды. Бәйбіше қарындасын жамандамаса да, бір ұятты істің болғанын сезген Жақып үйге қайта кірді. Әкесі Мүслім жуас болғанымен Жақыптың мінезі бар еді. Әрі жөн жобанда жақсы білетін. Ағайынның мәслихаты болса, бір сөз тиетін үлкендігі де бар еді. Дәл мына жерде де мәселені айтқызбай-ақ терең түсінді. Сенекке саптама етігін тастай сала төргі бөлмеге өтті. Бөлменің ортасында тұрып, «Қадиша», деп айғай салды. Өзін қашанда «Қадышжан» деп отыратын ағасының мына даусынан жас әйел шошып кетті. Онсыз да кешелі бері үрейде жүрген тоқал бәлшебек дүниесін түгелдеуге келіп қалған екен, деп ойлап, өз бөлмесінен баласына да қарауға шамасы келмей атып шықты. Бір бәле келсе келген шығар, көкесінің түрі бұзылып кетіпті. О не көке?» деді дір-дір етіп. Арғы жақтан Арслан шықты, тілеп алған жалғыз ұлын құшақтап. «Кім бәйбішені қораға бөліп шығарған?» дегенде барып, есін жиған Хадиша ішінен: «Құдай-ау, соны да сөз етіп, Арсланнан ұялсашы», деп ағасын кінәлағандай болып, күйеуінің жанына жақындап, міз бақпай: «Біз», деді. «Біздің кім? Сен бе, күйеуің бе?» деді ағасы да қайтпай. Дүние қоңыз, арсыз тоқал бірдеңе дейін деп еді. Күйеуі қайнағасынан ұялғанынан тоқалын итеріп, бөлмесіне кіргізіп жіберді. Өзі көзімен жер шұқып тұрды. Хадиша сол сорлы ішінде сонша айқайлаған несі? Деп ішінен ағасын жазғырып, өзінше көкесінің сол қылығы үшін күйеуінен ұялғансып барып, қолынан ұлын алды. Қарындасының безірейген түрін ұнатпаған ағасы: «Бәйбіше деген қазақта үлкен үйде отырып, тоқалдың тапқан балаларын бағып, байының оң тізесін басып отыратын. Татар мен орыстың салтын білмеймін. Оларда да Құдай бала бермеген мүскінді қораға шығарып жібермейтін шығар. Құдайдан қорқыңдар, оның да көз жасы бар. Әне, сорлыны жеп, байғанды заман талап жатыр. Сондай күн әркімге түседі. Арслан, шырағым, сені тектінің тұқым еді. Перзент көрмей, сорлап жүр деген соң, жалғыз қарындасымды атастырған жерінен бата бұзып, тоқалдыққа беріп едім. Бәйбішені де көргеннен көңілім толған, күндесік жасайтындай көрінбеген. Мыналарың сұмдықтың басы болды», деді де пешпентін қайта киіп, тарсылдата басып сыртқа шықты. Кермеде тұрған атын өзі шешіп мінді де артына бұрылмаған қалпы тартып кетті. Сол түні Жақыптың қаладағы танысының үйіне қонғанын, не бірден ашу үсті қырға тартқанын ешкім білмейді. Қырда бұл күндері жұрт дүрлігіп жатыр. Әңгімелерінің атымы жаман. Жер халықтікі, мал батырақтікі. Байлар артық мал мүлкін кедей-кепшікке бөліп береді екен, оны кәмпеске дейді екен, деп желігіп жүрді. Түбінде бағынбаған байларды жер аударады екен деп сыпсыңдаушылар да болды.
Белсенділер ауыл-ауылға қызыл отау дегенді құрды. Оған желіккен жастар мен жасамыстар жазылып, күнде ойын-сауық жасап білген істеп жатты. Сауат ашу деген шаруамен айналыспаққа біраз жұртты жиып алды. Күнде жиналыс. Жиналысқа барып келген келін-кепшік өнер шығарып, қалада тұрамыз, кәлектеп дегенге топталамыз деп желікті. Байлардың небір сұлу қыздары мен тоқалдарын белсенділер әйелдікке алып жатыпты деген сыбыстарда шыға бастады. Молданың да күні қараңдады. Мешіттердің есігі тарс бекітілді. Жұрт ораза ұстап, намаз оқудан қорқатын болды. Арслан қырға шығуды азайтып, енді қырдан қалаға келгендерден сыр тарту үшін үйіне шақыртып алатын болды. Ел ішіндегі жаңалықтарды солардан естіп отырды. Өзі көп уақытын әкесінен қалған кітапханада өткізеді. Ара-арасында ресей асып келеді. Петербор мен Қазандағы татар ағайындары соңғы жылы қатынауды қойды. Өзі өткен күзде барып қайтқан. Ондай ел іші тыныш еді. Бүгінгі әңгімелерді естісе, жаны түршігеді. Содан биылғы жаз жанын жеп, қанын ішіп өтіп жатыр. Әйелдері де бірдеңенің тықырын сезгендей дымдары шықпай жүр. Ұл тауып бергелі, үлкен үйдің ханымы болып алған Хадишасы күйеуінің қабағын, келген-кеткеннің аузын аңдып жүр. Ал Нүрия 5 уақыт намазын оқып, ол аздай, түні бойы кітап оқитын болып алды ма, әйтеуір шамы сөнбейді. Айтпақшы, Нүрияны жақып өздеріне ренжіген соң қайтадан үлкен үйдегі бөлмесіне көшірген. Жақсылықтың қайдан келгенін сезген бәйбіше, тоқалға ағасының адалдығы, адамгершілігі үшін ғана Хадишаға кек сақтамаған. Ал жастайынан қосылған Арсланның Құдай перзент берген бақытты шағында мұны сыртқа тепкені жанына қатты батып, ішінен дық сақтап жүрген болатын. Бір күні Арслан түн ортасында баяғыдай Нүрияның төсегіне келді. Өзінің өмір бойы күткен баласын туып берген ақмақ тоғалдың алдында әлсіздік танытып, сүйікті жарын сыртқа шығарғанына кешірім сұрағандай бауырына басып, ұзақ сүйді. Ештеңе деп сөз айтпай-ақ бір-бірін түсінді. Екеуі таң атқанша сырласты. Арслан заманның жаман болып бара жатқанын, өздеріне де қауіп барын айтып, көрген-білгенін жайып салды. Әкесі мен шешесі қатар өліп елінен жырақта жүрген жан сергі болған Нүрияның ақылына, шешім талдығына сенетін көпес көңілінің түбіне тығып жүрген бір сырында жасырмады. Нүрия, менде бір ой болып жүр. Байлардың мүлкін конфискациялау тықыры бізге де келуі мүмкін. Іштей әзірлікте жүрейік. Қапы қалмайық. Қолға ілінетінді алайық. Тамаққа ауыстыруға болатын ойлайық. Өткенде Қазандағыларға хабар бердім. 2 әйелің мен балаңа қарасатындай жағдай бар деді. Ертең Хадишаға ескертіп қоямын, деді. Арслан осы ойын жайлап Хадишаға айтқанда, тоқалы бірден суынып, мен ешқайда кетпеймін. Таупан екеуміз осы үйде қаламыз. Қызметшілері бар, баламды өсіріп отыра берем, деп азарда безер болды. Мүлікті тәркілейді, тоқалдарды тартып алады. Дегенді бай кетсе, қызметкерлердің де бетімен кеткенін ұқпайды. Есіл-дерті, дүниесі тіреліп тұрған 3 қабатты үйдің байлығы. Жирен шал кетсе де кетеді де татар қатынын алып, мен үйім басып қалам. Бірдеңе десе, артында ұлым бар, соған қала деймін. Мені баладан бөлмес, деп іштей сөзін жұптап қойды. Хадиша айтар сөзін жұптап жүрген күні де Арслан отын қораның түкпірінде кезінде әкесі қаздырған екеуақ білетін шұңқырға барып, сенің керек кезің келді, әтейім бекер қаздырмаған екен, деп майшамды жерге қойып, топырақпен ағаш басқан үстін аршыды. Тіпті көк шөп өсіп кеткен екен. Бетіндегі қақпағын көтергенде шірінгеннен бөлініп қалды. 2 бөлінген қақпақты бір жағына қойды да шұңқырға үңілді. Сыз исі бетке ұрады. Тағы бір темір қақпақты ашты. Қолына ұзын ағаш алып, ішіне салып, ары-бері қозғап көрді. Түбінде жұмсақтау бірдеңе тиді.
жан жағы бос. Енді бісміллә деп алдымен екі аяғын салып өзі түсе бастады. Денесінің ортасынан аса бере аяғы жұмсақ нәрсеге тиді. Шұңқырдың шетін ұстап тұрған екі қолын босатып, аяғын жерге тіреп нық тұрды. Өте терең емес екен ғой, сандығы да шағын деп ойлады да, еңкейіп аяғына тиген жұмсақты қолымен ұстап көрді. Қапшық сияқты, жеп-жеңіл, көтеріп сыртқа шығарды. Ашып қараса, жүнді нығарлап салған қапшық екен. Жүн салған қаптармен жауып тастасақ, ауа өтпейді, су тимейді. Сақтаған заттарың сол күйінде тұрады, деген әкесі баяғыда осы шұңқырды жауып жатып, қапшық іріп тұр екен, жыртылып ыдырап кетті. Қайта түсіп, әкесінің тыққандарын тауып шықты. Шынында да сол қалпы, суда тимеген. Ала көлеңке білте шамның жарығымен алтын күмістерді ақтарып жатпады. Сыртынан бәрін ұстап көріп, біразын қойын қонышына тығып, шұңқырдың қақпағын жауып, отын қораны бұрынғыдай ретке келтіріп, үйге қайтып келді. Оның не істеп жүргенін екі әйелі де сезбеді. Нүрияның бөлмесіне өте сақтықпен кіргені сондай. Қойнына келіп жатқанда да бәйбішесі қатты ұйқыда еді. Қойнындағы заттарын жинап жүрген жол қапшықтарына салып үлгерген көпес әкесі салғызған сарайында соңғы рет ұйқыға кетті. Қойнындағы заттарын жинап жүрген жол қапшықтарына салып үлгерген көпес әкесі салғызған сарайында соңғы рет ұйқыға кетті. Кетпеймін де кетпеймін деп зар илеген тоқалына көңілі қалған Арслан соңғы күндері оның төсегіне бармайтын болған. Тек жалғыз ұлын қимайды. Тауфиғы, әти, әти деп бұлдырлап артынан қалмайды. Үйге келсе, өзі зерек, шешесі қазақша сөйлегенмен татар тілін өзі үйретті. Әкесінің кітапханасындағы кітаптардың суреттерін көрсетеді, санамақ ойнатады. Көзі көгілдір, шашы алтындай, ақсары сәби, өмірінің жалғасы болса да, бір Құдайға аманаттады. Аман жүрсе кездесерміз. Сапсары татардың баласы ешкімнің қорасына сыймас. Қайта айналып келіп, алып кетермін. Көп ақша әкеліп берсем, Хадиша қайтарып берер. Дүние қоңыз тоқал, содан кейін өз жолын тапсын, деп буды іштей. Нүрия жолға әзірлігін білдірді. Таң сәріде оянғанымен Арслан күні бойы ештеңе болмағандай жүрді. Көршілерге екі салт атты әзірлетті. Ас ауқатын, тағы бір-екі жол қоржында артына өңгертті. Мен Нүрияны алып төркініне барам. Сен үйге ие бол. Ұлымды қара шаңырағынан бөлме. Заманды байқа. Ел тынышталса оралармын. Мен осында болсам, байдың тұқымы деп, барымызда кәмпескелер. Мені қашып кетті десең, сен кедейдің қызы едің ғой. Тиіспес. Тауфиқты аман өсір. Қайда жүрсең де, жиғаным соныкі, деді даусы дірілдеп. Күні бойы ойланып толғанып, ұлының жолында жүрді. Есінде қалсын деп, сырнаймен татаршалап әнде салды. Ел орынға отырғанда, қосат мінген, ерлі зайыпты татарлар алыс жолға шықты. Хадиша ең болмаса, қоштасарда жылы сөз айтуға да жарамады. Құтылғанша асыққандай, ұлын сүйген әкесінен тез-тез бөліп алып, үйге қарай сүйре жөнелді. Сәби жүрегі бір бәлені сезгендей, әти, әти деп шырылдап айрылды. Арсланның жүрегі қан жылап, аяғын үзеңгіге салды. Сол кеткеннен мол кеткен еді. Күздің қара суығымен қарқаралы дуанына кәмпеске деген дүрбелең бірге келіп, кеше ана ауылда, бүгін мына ауылда малын, дүние мүлкін сыпырып алыпты деген қауесеттер шығып, дақпырты Семей уезіне жайылып жатты. Мыңғырған байларды әбір-сібірге айдатып жатыпты дегенде бар. Хадиша Арсланның барындағыдай емес. Елден келген ағайынан қашпайтын болды. Қайта елден келіпті дегендерге елең етіп, әңгімесіне құлақ түретінді шығарды. Тіпті қалаға келгендер үйіне де түсіп жүрді. Партия комсомол дегендер шығып, ел-елді аралап, қызылдардың өкіметіне өтіңдер деп жатыр. Өкіметке өткенді жарылқайды екен.
деп келді бір ағайыны. Немен, қай жарылқайтынын білмеймін, оған тек кедейлерді алады, байлар барын өткізіп, орташаға теңеліп барып өтеді екен, деп қояды. Өзінің әл-ауқаты өкімет жарылқайтынға жатпайтынын сезіп, ішінен барымды тартып алмаса жарар еді, жарылқамай-ақ қойсын, деп жүрген Хадишаның үйіне де тықыр жетті бір күні. Аулада ұлына ағаш ат жасап ойнатып жатыр еді. Қақпаны сындыра жаздап тарсылдатты. Үйлерінде Арсланның барындай топ-топ қызметші жоқ еді. Баяғы Нүрияны бөлген тамда әйелімен Ермет деген бір татаршылас тұратын. Шалиғанның үй іші қырға кеткен. Ермет қақпаға сүріне қабына жетіп, ашып жіберіп еді. Өкіметтің үлгісімен киінген екі еркек жедел басып үйге беттеді. Жүрегі бір бәлені сезген тоқал оларға қарсы жүрді. Түсі суықтау біреуі. Сен бе Ахметовтың тоқалы? Деді зілді дауыспен. Еркек отты жанарымен Хадишаның тұла бойын тінтіп өтті. Жап-жас екен ғой, қоянның көжегіндей түрін құшақтай алып үркітейін бе, деп ойлап та үлгерді. Есіне өкімет тапсырмасымен жүргені түсіп, түсін қайта суыта қойды. Оның түрінен қорыққан дауыспен, «Ие», деп күмілжіді Хадиша. «Жолдас, сен осында күзет, мен мына әйелмен іште сөйлесейін», деді. Ермет Таупанды өз үй жағына жетелей жөнелді. «Үйге кірейін бе?» деп рұқсат сұрау жоқ. Әлгір еркек баспалдақты нығырлай басып, есікті шалқайта ашып кіріп кетті. Хадиша соңынан ерді. Өзі осы үйге түскелі, осылай басынып кірген адамды бірінші көруі. Ішінен, байың жоқ болса осы», деп қойды. Екпіндеген еркек сенеке аяқ киімінде шешпей, төргі бөлмеге өте шықты. Барқытпен стаған орындыққа жайғасты. Жан-жағына барлап, ұзақ қарады. Кәмпескеші екенін іші сезген Хадиша үндемей босағаға сүйене тұр. «Иә, тоқал, байың мына дүниені саған тастап қашқаны қалай? Жер аударылып, жоғалам деп қорыққаны ғой. Сен кедейдің қызы болған соң саған тиіспейді деген ғой», деп кекетті. Басындағы былғары кепкіні шешіп, үстелге қойды да, былғары сөмкені ашып, әлде бір қағаз шығарды. «Мынау Кассиктің байдың мүлкін тартып алып, кедейге тарат деп, ортаға құй деген үкімі. Өзіңнің сауатың бар ма?» деп қағазды бұған ұсынды. Хадишада қайдан сауат болсын, тек соңғы жылдары ақша санағанды үйренген жирен шалдан. Қояндының жәрмеңкесіне барғанда қолына ақшада берген базарлатып, сауаты жоғын біліп қойды ғой деп ойлап, еркек берген қағазға қолын ұсынбады. Міз бақпай тұра берді. «Мен аудандық милисаның орынбасары Төрегелді Тоқпақбай баласы жолдаспын. Мына үкімді орындау маған тапсырылған. Сен кедейдің қызы болғаныңмен саудагер байдың, яғни көпестің қатынысың. Соның кедейді сорып, алдаусырап тапқан байлығын сен басып қалдың. Сондықтан ол қашып кетсе де, Ахметовке тиесілі жазаны саған қолданамыз», деді зілденіп қарап. Ойпырмайдың көзінен от шашырайды. Хадиша қорқаннан қоянша дірілдеді. Әсіресе жазасын сен аласың дегенге Таупанын жетектеп жер аударып жіберетіндей шошыды. Үндемеді. «Ертең келіп, бар мүлкіңді тізімдейміз. Сен қайда қашасың қатын басыңмен? Ары кетсе, екпінді бұлаққа әкеңе барарсың. Өкіметтің қолы ұзын. Айға шықсаң айдан, қырға шықсаң қырдан тауып алады. Бүгінде бәрі Бәлшебек өздері-ақ ұстап береді. Сондықтан ойлан, ертең келеміз», деді де, бұл байғұстан жауап күтпей-ақ шығып кетті. Ахметовтың баласына тигелі, басынан сөз асып көрмеген, өз билігі өзіне тиген Хадишаға мына қорлық өліммен тең болды. Ал кеп жыласын, ал кеп жыласын. Жирен шалдың жүрген ізіне зар болғанын енді біліп зар иледі. Есін жиып, сыртқа шығып еді. Аулада Ермет жүр екен, тас ашуын тырнадан алады дегендей, «Әй, сорлы бала қайда?» деп баж ете түсті. «Ханша, Таупанды тығып қойдым», деп екпеңдеп келе жатыр еді. «Тыққан несі?
Ол татардың баласын қайсын, оған мына дүние керек, қараң қалғыр, сен не білуші едің, деп жазғыра жөнелді. Ермет өз үйіне барып, Таупанды ертіп келді. Бір бәле болып жатқанын сезген бала шырылдап келіп, «Әти, әни!» деп шешесін бас салды. Жирен шалдың үйретуімен әке шешені әти, әни деп атайтын. Мұндай жағдайда ақылдасары Ермет пе, баласын жетектеп, өз үйіне кіріп алып, Хадиша не істерін білмей дал болды. Әншейінде елден келіп кетіп жататындар да жоқ. Шалиғаның да қарасы батты. Нені берсем, нені алып қалсам, деп ала сұрып, әрнені бір ұстап жүргенде түн ауды. Мұның шамы өшпей тұрған соң ба, Ермет үйге бірден кіріп келді де, «Ханым, бағанағы өкімет кісі келді», деді даусы құмығып. «Қандай өкімет? Ертең келем деп еді ғой, түн ортасында о несі?» деді. «Білмеймін, ханым», деп жатқанда түнгі қонақ бөлмеге кіріп келді. «Сен шаруаңа бар, үйге ешкімді кіргізбе», деді еркек. Ерметке өзі осы үйдің қожайынына ұқсап. Хадишада үн жоқ. Ұлының қолынан ұстап қатып қалған үйдің ортасында. «Мынау көпестен туған балаң ба?» деді милиция. «Иә, атың кім бала?» «Тауфиқ», деп бала үлкен адамша жауап берді. «Тауфиқ, сен жаңағы ағаға бар, мен апаңмен сөйлесемін», деп еске қарай итермеледі. Хадишаға мына ісі жақпаса да, өкіметтің өкіліне еш нәрсе айта алмады. Тауфиқ томпиған күйі есіктен шығып кетті. «Сенмен ертеңгі мәселені кеңескелі келдім», деді де Таупанның артынан шығып, Ерматқа баланы тапсырып, үйге қайта кірді. Сырт киімін сенекке шешіп тастапты. Бағанағыдай емес, түсі жылы, шашын қайырып тараған, бүркіт тұмсық, ботақан көз, ұзын бойлы жігітке Хадиша бір сәтке әйелдік көзімен қарап қалды. Ол да сезе қойды ма? «Өзіңнің атың кім?» деді жылы дауыспен. Хадиша, «Жасың нешеде?» Жасын сұрағанға жын ұстап үндемеді. «Ой, айналайын, жап-жас екенсің ғой, көпестің тоқалы дегенге сары қарын қатын ба десем», деп жақындап келіншектің қолынан ұстамақ болып еді. Хадиша ыршып түсті. «Ой, өзің асаусың ғой, мен ертеңгі шаруаны алдын ала өз еркіңмен келісіп алайын деп келдім», деді де төрде жаюлы жатқан, көрпешеге жанында жатқан жастықты құшақтап жата кетті. «Өз еркіммен шаруаны келісуге келдім», деген сөздер Хадишаның ішін жылытты. «Кел отыр, жақындау», деп төрегелді көрпешенің шетін көрсетті. Хадиша бір тізерлеп жайғасқан соң, «Хадиша, мынау сұмдық байлық қой, оның бәрін саған өкімет бере салмайды. Мұның біразын шындығында үйдің төрт қабырғасынан басқасын өкіметке өткізуге тура келеді. Ертеңнен бастап тізімдеуші комиссия деген 3-4 адам келіп, түгендеп, арғы күні көшіріп әкетеді», деп келіншекке «Қайтер екен?» дегенде бағдарлап қарап қойды төрегелді. Арсланнан алып қалған күллі дүниесі көзінен балбұл ұшатынын ойлап, іші күйген Хадиша «Неге бәрін әкетеді? Мен қалай күн көрем?» деп қалды. Милицияға да керегі сол еді. «Иә, қалай күн көрмексің? Соны ойлан. Әкесі тірідей тастап кеткен жетімекті жеткізу оңай ма? Қаны болса да бөлек. Ертең қандай болып өсерін кім білген? Ел ішіне сыяр ма?» деп ақылдымсып, келіншектің келешегіне барып келгендей қорқыта сөйледі. Еркектің бұл сөзіне айтар уәжі жоқ әйелдің дымы шықпай қалды. Жалғыз ұлы туралы жаман болжам айтқан кісіге де әу дей алмады. Хадишаның әке шешесін, ағасын сыртынан білетін төрегелді. Олардың да бәлендей өзіне қарсы шықпасын сезді. Төрегелді шала сауаты бар кешегі кедейдің бірі еді. Қояндыдағы Ботовтан қалған жәрмеңкеге елден айдап әкелетін мал сатушыларға жалданып жүріп, есеп үйренген. Кейіннен Қарағанды жақтағы ағайындарына барып, азғантай сауат ашқан. Дүрбелең басталғанда елге қайта келіп, бәлшебек болды. 5 адамның басы қосылған жерде белсеніп шығып, өкіметтің жырын жырлап,
коммунистердің көзіне түсті. Қарқаралыға келген басшыларының бірі мұның еті тірлігін, орысша сауаты барын байқап қалып, аудандық милицияның орынбасарлығына бекітті. Бар тірлігі ауыл-ауылға кәмпеске комиссиясын шығарып, байлардың мүлкін тәркілеу, оған бағынбағандарын піртөкөлдеп Қарағандыға айдату. Жанындағы 2 көмекшісі бар, күндіз-түні аттан түспейді. Күздегі кәмпескеде бір басшысы кәмпескелеген бір байдың қызын алып, дүниесінің жартысын ортақа қойып, жартысын өзі сіңіріп қалыпты дегенде естіген. Өзі кедейліктен үйлене алмай жүргенде заман өзгерді. Басына бақ қонып бастық болды. Ендігі арманы байлардың бірінің қызын, тіпті тоқалым болса да еленіп алып, дүние мүлкін басып қалу. Ауыл-ауылды аралап жүріп, кәмпескеге ұшырағандардың қызы мен тоқалдарын байқап жүреді. Әке атымен қыз өтеді дегендей, байлардың қызын балиғатқа толмай жатып-ақ атастырып, қыз болып қылтиғанын алып кететін көрінеді. Содан ба, әзірге көңілге қонатындай қызы бар бай көрмеді. Кейіннен тоқалы бар дегендерді аңдып еді. Тоқалдары сарғарын қатын болып шықты. Өзі сияқты кедей-кепшіктің қыздары бар, бірақ оларды іштей менсінбеді. Күнне бір ауылды дүрліктіріп, салт атқа мініп, қырды кезіп жүрсе, іздеген жанында жүріпті. Қарқаралының қақ ортасында тұрған салтанатты үйде жүр екен. Дау шығарып, тоқалымды тартып алады дейтін байы қашып кеткен. Бары бармақтай баласы, елде Жақып деген ағасы бар деп еді. Ол да белсеніп, бәлшебек болып жүр деп естіді. Өзі бәлшебек болса, аудандық милициямен қайын болғанға қуанбаса қиналмас. Осы ойлармен күндіз көріп кеткен келіншекке түнделетіп келген еді. Бүгін ертеңдеп соза бермей, мәселенің басын бірден ашып алмақшы болды. Хадиша, мен саған әдейі түнделетіп келдім, деп бір тоқтады. Келіншек не дер екен дегендей барлай қарады. Ол үндемейді. Мынандай шексіз байлықты бір күнде арттырып жіберуде оңай емес шығар. Өкіметтің үкімінде бұзуға болмайды. Содан саған жаным ашып келдім. Ертең осыдан шамамен аулаға шығарып берейік те, кәмпескенің тізімін жасап, арбасына арттырайық. Қалғанына өзің ие бол. Зәкін бойынша сені жер аударуымыз керек екенін білесің ғой. Сол жағында шешейік, деп бір тоқтады. Соңғы сөздері естіген Хадиша, бұл кісінің не ойлағаны бар, деп, сені жер аударуымыз керек екенін білесің ғой, дегеннен іштей қорқып отырды. Сен әлі жассың, мына дүниеге ие бола алмайсың. Өкіметте сені жіберіп қоймайды. Сондықтан біреудің етегінен ұстағаның жөн болады, деп келіншекке қарай жамбаспен сырғыды. О, не дегеніңіз, күйеуім тірі ғой, деп күмілжіді әйел. Ол қашқын, өкіметтен қашып кетті. Осындай азапқа сені тастап кетті. Әгер әке келсе де, оны өкімет ұстап алып, соттап жер аударады. Енді сен оған жоқсың. Бұл үйде оныкі емес. Дұрыс шешсең сенікі, дұрыс шешпесең өкіметтікі. Сондықтан ойлан, байым жоқ, бас-бос қаттымын деп қайта байға тей. Сенің кедейдің қызы екеніңді, дүние мүлікті өз еркіңмен өткізгеніңді ескеріп, жер аударудан алып қалармыз, деп барып, өзіне салмақ сала тоқтады. Дұрыс шешетіндей, не істеуім керек, деді әйел, арғы жағы үйден айрылмау. Бәлшебекке, не өкіметтің қызметінде жүрген біреуге байға тиесің, деді анығына көшкен төре келді. Оны қайдан табам, деп көзін бақырайтты келіншек. Міне, жаныңда отыр, күндіз көргеннен саған есім кетті. Менде бойдақ, сенде басың бос, екі жарды бір бүтін болып, мына барға ие болайық. Мен тұрғанда саған ешкім тимес, деді. Аудандық милицияның бастығының орынбасарына қарсы сөз айтатындай, келіншекте күш қайда. Ол кісінің айтып отырғанда жөн екен. Жаныма серік болатын бәлшебек іздеп, қай ауылға барайын. Өзі келіп тұрған бағым шығар, өзі тым шалда емес екен, деген ой ішіне қылаң етті. Сен ойлана тұр, мен сыртқа шығып, шылым тартып келейін, деді де, төрегелді көң пәпкісінен мүштегін алып сыртқа беттеді. Есік алдындағы қызметшілердің
Үйінің шамы сөніпті. Күллі ауыл ұйқы құшағында. Тек түнгі тыныштықты бұзып тұрған иттердің үргені ғана. Тоқалды бүгін түсіруім керек құрыққа, деп ойлап, Төрегелді ішке қайта кірді. Бағанағы отырған жерінде Хадиша әлі отыр. Неге отырсың? Мен сені төсек салып қойған шығар десем, деді еркек өктемдеу үнмен. Қалай салам? Сіз қонбақпысыз ба? Деді әйел. Енді ше, саған пана болайын деп келдім емес пе? Енді саған күйеу болам. Қалай? Көкем мен әкеме айтпай, сізге тие салам ба? Сен жас қыз ба едің? Әкеңнен рұқсат сұрайтын? Сен байқатынсың. Кімді үйге кіргізіп алсаң, өзің білесің. Кәмінөстерінің әйелдері сөйтеді. Мен бүгін қойныңа жатам. Ертең комиссияға әйелім деймін. Әке шешең кейін ести жатыр, деді де, саптама етігін шешіп, есік жаққа лақтырды. Қаласаң да, қаламасаң да байың болам. Әйтпесе жолың жер аудару, дегенді білдірді әр қимылымен. Хадиша жирен шалы екеуі жататын қос төсекке бірге жатуға жүрегі дауаламай, төргі бөлмеге еркекке төсек салды. Төсегіңізді қонақ бөлмеге салып қойдым, деді сызылып. Қайда? Деп Төрегелді қолынан ұстай алды. Хадиша да маңдайға жазылғаны осы шығар, дегендей қарсыласпады. Шала шешінген еркек келіншекті төсегіне ала құлады. Ойда жоқта күйеулі болып қалған Хадиша осының бәрі түсінбей, қазір комиссия дегені келіп, үйімді сыпырып кететін шығар, деген ой түскенде ұйқысы шайдай ашылды. Жанында жатқан Төрегелді түк білмейтіндей, осы төсекте өмір бойы жатып келе жатқандай қор етеді. Татардың ісмер қыздары тоқыған терезедегі әсем шілтерден күн сығалап қарайды. Құдды Хадишаға күйеуінің көзіне шөп салып, ойнастық құрдың ба? Деп күліп тұрғандай. Денесінің қызуы тез басылған әйел бір түрлі шошынып, мына дүлейдің жатысынай, қазір оянған соң, әй тоқал, бір күнгі ойнасын болдың, енді дүниені сыртқа шығар, десе қайтем, деп тағы ойлап, жылы төсектен атып тұрды. Шұлығын, мәссін асығыс киіп, орамалын жүре байлады. Есікке жете бергені сол еді. Хадиша, қайда барасың асық? Деді еркек. Ұлымды тауып алып, үйдің заттарын сыртқа тастайын Ерметке, деп қайтер екен дегендей, мұңая тіл қатты. Ұлың Ерметтікінде, түнде қойныңа алып жат дегем. Дүниеңді сыртқа шығаруға асықпа, кел бері, деп Тамбалшаң жанына жетіп келді ағараңдап, құшақтай алды. Қойыңыз, ендігі артық болар, таң атты, деген келіншекті қайтадан төсекке сүйреді. Бұрынғы күйеуі салт дәстүрмен, әдет ғұрыпты сақтай отырып, ерлі зайыпты қарым қатынасқа үйреткен әйелге күн шыққаннан соң еркекпен төсекке жату сұмдықтай көрінді. Ойнас дегендер өстеді екен ғой, қайтейін, заман осылардікі, деп мәсін қайта шеше бастады. Ұяттан өртеніп барады. Күллі денесі оттай жанды. Арсыз еркек оны өзінше қабылдап, өзің жанып тұрсың ғой, менің қойныма жатқың келіп, деп жұлмалай жөнелді. Хадишаның үйіне комиссия тек келер жетіде келді. Төрегелді өзі бастап жанында 3-4 еркек белсенді бар. Алдын ала сыртқа шығарып қойғандарды тізімдеп шықты. Ермет пен Шалиғаның күйеуі қожайындарының жиып тергенін іштері күйе жүріп, ырдуан арбаға артты. Төрегелді жанындағыларға жағдайды айтып қойған ба, ішке кіріп, не қалды, не жоқ, деп түгендемеді. Тек ересектеу бір белсенді шал үйдің маңайын шарлап, жартылай жер астынан салынған бірінші қабаттағы үймен отын жиған сарайларды көріп шықты. Ойпырмайдың бәрін ойластырған-ай, мына отын 10 жылға жетеді ғой, деп жағасын ұстап тамсанды. Шындығында арамен кесіп, бұталап, жағуға ыңғайлы етіп тізіп тастаған қарағай ағаштары 2 бөлмеге толып сықырлап, жүктей тізіліп тұр еді. Соның астында Ахметовтың күллі байлығы жатқанын ешкім білмейтін, оны білетін жалғыз ұры Арслан елден безіп қазанда жүр. Ел тынышталған соң барып, байлығымды алып, ерсе Хадишаны, ермесе жалғыз ұлымды сатып алсам да,
қолында өлсемде алып қайтам, деп алыста зарлап, ұйқысы он бөлінді. Әй, төке, үйіңнен бір шанаяқ шай бермей шығарып салғалы тұрмысың, деп өзімен қатарлас біреулі әзілдегенде Төрегелді сасқалақтап, Хадиша, шай қойсаңдаршы, деп қалды. Үйіңнен дегенді естіген келіншек көңілденіп кетті. Әншейін қойныма жатып жүрген жоқ екен ғой, жұмыстарына айтқан екен, шыныда да күйеуім екен, деп ойлап, тіпті шалиғаға қазан көтерді. 3 арбаға кәмпескеленген дүниені арттырып жіберіп, еркектер үйге кірді. Қонақ бөлмеге жайғасып, бір-бір жастықты құшақтап жата-жата кетті. Сөйткенше Хадишаның шайы әзір болды. Артынша Қазекемнің еті келді. Ет үстінде Төрегелді. Енді нағыз қонақ болдыңдар, мына бір дәмненде көрейік, деп көкшілде сопақ шишадағыда сұйықтықты алып келді. Шай құйып отырған Хадиша оның арақ екенін біле қойды. Баяғыда жирен шалы Семейге барғанда саудагерлермен ішкенін көрген болатын. Оны ішетін ұсақтау шынаяқ әкелді де Төрегелдінің жанына қойды. Өкіметтің белсенділері қызыңқырап қалып, біразға дейін отырды. Ән салдым-ау, әйтеуір әрең кетті. Бүгін екеуміздің қосылған күніміз болды. Жұмыстағылар енді біледі. Мен сенің күйеуіңмін. Қар ери бастағанда, енді бұлаққа әке шешеңнің алдынан өтем. Жақып көкеңді жиналыс барысында көріп қалсам, мән жайды ұқтырам, деді Төрегелді, Ханшайымның көңілін орнына түсіру үшін. Баласы туралы неге екенін аузына алмайды. Кәдімгі ол жоқ сияқты. Төрегелі қонған түндері бейшара баланы ермет әкететін болған. Өзі сұрайын десе, өкімет екені есіне түсіп қорқады. Жанында жары болғанымен, жүрегі баласына ауып, 2 ұдайлау күндері басталды. Хадишаның Тауфиқ күні бойы әнеймен бірге жүреді де, қас қарая, ешкім айтпаса да, Ерметтің үйі жаққа бет алады. Бала болып, анасынан мына көке кім, ол неге біздің үйде жүр, деп сұрап, жүрегін ауыртпады. Көктем шыға туылған қозы лақпен ойнап, жетім қозыларға қолдан сүт беріп ермектеп кете берді. Хадиша Ермет пен Шалиғаның үйіндегілерге елден келгендерді үйге қондырмаңдар, қонса мына кісіні көріп қалады, өздерің ауыздарыңа ие болыңдар, мүмкін болса қырдан келгендерді қожайының жоқ үй ғой, деп жолатпаңдар, деп тапсырып қойған. Өзі қыс бойы көрпеше құрауды ермек етті. Баяғы арсланның барындай тай-тай мата жоқ. Содан қалғандарды құрастырып, 4-5 көрпе жасады. Апасының жасауға бергендерінің астары үлбірей бастаған екен. Оны ауыстырды. Шалиғаның күземнен алған жүндерін боятып ертті. Таупанға көкірекше тоқыды. Әйтеуір қыста сыр берді-ау. Тап мұндай ұзын, мұндай қорқынышты, мұндай мағынасыз қыз Хадиша ес білгелі болмаған шығар-ау. Жылда қыстың алғашқы қары өздерінің есік алдындағы қардың еруінен басталатын. Қырдың үстіндегі жасыл шатырлы қос қабат үйдің орналасқан жері биік болған соң ба, алтын күрек алдымен сонда соғатын. Көктемінің осы бір жылы лебі осы үйдің қарын алдымен ерітетін. Таупаны томпаңдап, есік алдында қорбаңдаған аюдай, әкесінің алдында жарасып ойнап жүруші еді. Дүние-ай десейші, жирен шалы еркелетіп отыратын екеуін. Соның қадірін білді ме? Хадиша аңдығаны Нүрия болып, сол базаршылап қайтса тұлданып, соған байы сөйлесе, бұлданып жүруші еді. Ол да бір дәурен екен. Өте шықты шіркін. Үшеуінің жүрегі бүгінде 3 бөлек жерде соғады. Байғұс баланы түн баласы әкесінен қалған тамғада кіргізбейді. Баяға Нүрия жатқан темір кереуетке түнде бүгінде біттей болып бүрісіп, Тауфиқ жатады деп кім ойлаған? Бала болса да, іші пәлені сезіп, күрсініп барып ұйықтайды. Әдемі түстер көреді. Баяғыдей әтейі мойнына мінгізіп алады. Не болмаса, ат болып 4 тағандап, таупанды ойнатып жүреді. Нәнесі Нүрияны осылай атайтын, татаршылап. Әкесінің үйретуімен нәнесі келе жатады. Қолында пірәміші бар.
Таупажан, аузыңды ашшы, деп еркелеп, бұлданып жатып оянып кетеді. Көзін ашса, тас қараңғы тыныштық, тек жерге төсек салып жатқан Ермет көкесі мен Сәтен апасының пышылдап ұйықтап жатқан дыбыстары ғана шығады. Содан байғұс баланың ұйқысы ашылып кетеді. Әнейім не істеп жатыр екен, деп көрші тамда жатқан шешесін сағынады. Бара алмайды ол үйге. Анау мұрты бар, қайыс белбеу тағып, басында күн қағары бар, қалпақ киетін аға бар жанында. Ол барда үйге кіруге болмайды. Бір рет мұны жанына шақырып айтқан. Мен кешке қарай жұмыстан келгенде Ерметтің үйіне қонасың, басқа кезде шешеңе келе бер, деген. Өзі сондай жаман, әтейінің төсегіне жатып алыпты. Киімдерінде әкеліп, соның ілгішіне іліп қойыпты. Саптама етігі үлкен ақ, басы доғалдай. Өткенде Ермет көкені теуіп жібергенде, ол орнынан тұра алмай қалды ғой. Содан қорқады. Шәкен апа, ол жоқта оны қарғайды жылап отырып, қожайынымнан садаға кеткір. Заман осы арам тамақтікі болды. Біреудің дайын дүниесіне ие болып, Құдай жазасын берер әлі. Бітті баланы анасынан тірдей айырып, Құдай тапқыр, деп келіп, Таупанды бауырына басып ұйықтатады. Тауфиқ, алтын пәуескемен әтейім келеді, деп күнде үйдің артындағы үреулі қарағайға шығып алып, қара жолға қарайды. Кешке таман Ермет көкесі айтып беретін, ертегідей әтейі ақ бозатпен шауып келетіндей болып, жүрегі алып ұшып жүреді. Қар еріп, жер қарайып қырдан қатынаушылар да көбейді. Әркімнен ұялып, бір еркекті үйіне кіргізіп алыпты. Дейтін болдау, байы кете сала, деп жүргенде Хадиша нағыз масқара болған сезді. Ек қабат боп қалыпты. Ит жерік басталды. Апта бойы айта алмай, келер жетіде әрең айтты күйеуіне. Төрем, көктем шыға, елге барып әке шешемнің алдынан өтеміз деп едің, деп бастады. Я, қазір қырдағылар кәлектеп болып, абыр-сабыр өздері, деп өкметшілеп бастады сөзін. Не болды? Міндетті түрде бару керек пе? Сен жас қыз емессің, алдынан өтіп, қалың беретін. Байдан шыққансың балаңмен, өткенде көкеңді ауыл аралап жүргенде көріп айтқамын жағдайды, деді зілденіп. Әкесі өлгенді де естіртеді ғой, айтайын, деп ойын жинап алды да, бұл да даусын қатайтып, мен екіқабатпын, қайтеміз, деді. О не, деп даусы жер жарадай болып, мұрты едірейіп, жанына жетіп келді. Зәресі ұшқан өзі, пәкене Хадиша жерге кіріп кете сақтады, артына шегініп кетті. Менен бе, қаншай болды, деп қолынан ұстай алды жұлқып. Иә, ендігімнен жаңадан жерік басталды, деп қолын тартып алып, төсегіне жата кетті. Екеуі екі жаққа қарап жата қалысты. Төрегелдінің не ойлағанын Құдай біледі. Хадиша түні бойы көз ілмеді. Байғұс апаны ана кешегі Нүрия жатқан төсекте қолы болған Ерметтің баласына айналып, ой Аллай, татар қатынға істегені алдына келді. Ол аздай, ендігі байдың түрі мынау. Қатыны екі қабатпын десе, кімнен, дейді ғой. Сұмырай, қойына келіп жатқалы, бір қыз шыққанын білмей ме, әкеме барам дегенін ұмытыпты. Енді келіп, қыз емессің, балаңмен байдан шықтың, дейді ғой. Өзі осы күнге дейін жетісіп жүргендей, сорлы жалаң аяқ, деп ұйықтай алмады. Арсланның үйіне келгеннен ол кеткенге дейінгі 7 жылы 7 күндей болмапты. Ертесі таңғы шай үстінде күйеуі, әй Хадиша, сонда сен қай кезде туасың, деді. Күзгі салым шығар, деп күмілжіді әйел. Онда тұрыс, менікі екен, әйтпесе жақында туғалы отырған шығар десем, деп ырқ-ырқ етіп күлген болды арсыз күлкімен. Осы тұрғында Төрегелді Хадишаның көзіне сондай арам, арсыз, қара ниет адам болып көрінді. Өткенде бір шалиға Төрегелді қырдағылардың қанын ішеді екен, барын тартып алып, бермей қарсыласқан еркектерді ауданға жаяу айдатады екен, деп бірдеңе айтқан еді. Сонысы рас болды ғой. Қара ниеттілеу екен, қайдан ғана тап болдым.
Қыз боп, қылтиғандағы тигенім жирен шал, оның байлығына қызықтым. Қатын боқ, қарық болғандағы тигені мынау, оған бар байлықтан айырылып қалам деп тидім. Сондағы отырысым міне, осы дүниеге от қойып жіберсем екен, деп күні бойы өзін-өзі жеумен болды. Көктемнің бір жайдары күні Төрегелді де үйіне жайдарланып келді. Әншейінде қабағы түксиіп, мұрты едірейіп, әр сөзі оқпен атқандай болып жүретін байының бүгінгі мінезі Хадишаны таңғалдырды. Ойбай деген мынаған қайдан күн шықты, деп ойлады ішінен. Хадиша, ертең ауылға әке-шешеңе барамыз, баланы да алып, нағашыларына барып қайтсын, деді. Өзі өмірі Таупанның атын атамайды. Атың өшкірдің, ана бала, сенің балаң, деп отырады ылғи. Әшейін ертең барамызың не, дайындал, базарлық алмаймыз ба, дегісі келді де, Хадиша батпады. Өзі дайын дүниеге келгенмен ісі жоқ, сондай сарсаң сараң. Байдың асын қызғанатын байғұс нағыз. Қырдан келгендерді үйге жолатпайды. Әр сойылған қоймен алынған үн қапшықтарын санап жүргені. Үйге бір табыс әкелгені күні Ермет пен Шалиғаның үйіндегілердің жанын жеп, ананы үнемде, мынаны үнемде, заман жаман, деп зар илеп бітеді. Таупанды болса да өзімен бірге дастархан басына отырғызбайды. Зәуде бір отырып қалғанда бала боп тәттіге, бауырсаққа қол соссақ пәлеге қалғаны. Біздің бала кезімізде осындай қант деген бәле болмайтын, бауырсақты пісіріп жатпайтын. Шешеміздің қазан жаппайын жебақ өстік қой, деп бастайтын алыстан орағытып, ішіп жегенді есептеген сасық саранға әке-шешеме базарлық апарам деп өле алмай жүрме Хадиша үндемеді. Тек өзінің Арсланнан қалған мата сатасына қосып, апасына, жеңешесіне және көкесінің өсіп келе жатқан қызы Жанатайға бір-бір алтын сырға алды да, ана пәледен жасырып беруге. Ол сырғалар кезінде жирен шалдың бұған сапарлап қайтқанда әкелетін базарлығы еді ғой. Енді оларда несін сақтасын? Одан да жақындары жарқырап тағып жүрсін деп ойлады. Баласын шуындырды. Ермет көкесі шашын тықырлап алып берді. Әне, әтейім алып берген беш бетімді кием бе, дейді қуанып жүрген ұлы. Жоқ құлыным, оны қажы атаңның медресесіне күзде тіл сындырып, қарып тануға барғанда киесің. Әзірге Шалиға апаң тіккен кеудешең мен шалбарыңды кие ғой, деп маңдайынан сүйді. Төрегелдінің төсегіне жатқалы бері осы ұлының алдында өзін кінәлі сияқты сезінеді. Бала боп шын қуанғанын бірінші көріп тұр көптен бері. Шешесінің жанында жүріп, жетім болды-ау жарығым, деп ойласа, көмейіне тас тығылғандай болады. Түс ауа қос атты парлап жеккен арбаға Төрегелді, Хадиша және Тауфиқ мініп жолға шықты. Келіншектің есіне жирен шалдың алтындатқан пәуескесімен төркініне баратын салтанаттары түсті. 3-4 жыл болыпты ғой, елге бармағалы да. Төрегелді екеуінің ортасында отырған ұлы біраз жүрген соң қалғи бастады. Шешесіне алдына алып, бауырына басып отырып әндетті. Айналайын қарағым, кекілдім-ай, балапаны аққудың секілдім-ай, қолда барда алтынның қадірі жоқ, қолдан ұшып кеткен соң өкіндім-ай, шиелі өзен қамысай, бізді ойлай жүр танысай, деп анасы Зерліқанның іс тіккенде мәшинесінің құлағын бұрап отырып айтатын шиелі өзенге салды. Сондайда Қантай жеңешесі барылдаған даусымен қосылса анасы, Қантайжан, бұл сағынышпен сызылдырып салатын ән ғой, деп күлетін. Сол сағынышпен салатын әні Хадишаның көңілін астан кестең еткені. Әннің 3-ші қайырымын қайыра бергенде жыласын дыбысын шығармай, көзінен парлаған жас бетін жуды. Баласын бауырына қысып алған келіншек сол бір күндерін сағынды. Қолынан ұшып кеткен соң алтынның қадірін білді. Жылағанымды мына бейбақ байқап қалса, пәуескені тоқтатып алып савар, деп қорқып, бетін құба жолға бұрып жылады. Төрегелді болса, мана әйел ән бастағандап, қалғып мүлгіп барып қорылға басқан.
Көшір жігіттің бұлармен ісі жоқ, аңды ғана, қара жолдың ой-шұқыры, тек құлағы жеңгесінің әсем әнін естіп, жанын тербеп келеді. Хадиша Абайдың әнін шырқады. Оны жирен шалға келген қонақ келіншектен қайта-қайта айттырып алып жататын еді. Арслан осы әнді Хадиша үйреніп алған қыста керемет қуанған болатын. Алдағы жаз шыға саған мұғалім жалдап оқытамын деп жүргенде зауман аумалы төкпелі болып кетті ғой. Тәңірім қосқан жар едің сен, жар ете алмай кетіп ем, бір көруге зар едім мен, айналмасқа бекіп ең, сен жаралы жолбарыс ең, мен киіктің лағы ем, деген сөздер қандай, әсем сазда әуені, қандай шіркіннің. Сол жылдары Қарқаралда Абайдың өлеңін жаттап, әнін шырқау дәстүрге айналып еді. Арслан айтатын, Абай ағада Құнанбай қажы ата дейтін, әкемнің осы үйінде талай қонақ болған, қажы атам мешіт салдырғанда көбіне біздің үйге түседі екен дейтін. Қажы атаның салтанатты мешіті үйлерінің қасындағы қырдың үстінде, Қарқаралының бас белгісіндей болып тұратын. Елден келген, қырдан келген, алыс болыстардан арнайы келген қонақтардан есігінің алдындағы көрмесі босамайтын. Соңғы жылдары адам қарасы азайып, тіпті басында шырақшыдан басқа адам түнемейтін болды. Төрегелді айтады, Қожа молданың той-томалағы бітті. Ендігі коммунистер молдаға шариғатқа қарсы жер-жердегі кейбір мешіттердің қабырғасын бұзып, кірпішін қызыл отау салған үйге пайдаланып жатыр дейді. Бұрынғыдай жиылып, намазға жығылып, имамға ұйымайды енді. Арабша оқуды да тоқтатады, орыс қарпымен бастайды жаңа мектептерді, деп те келді ниеті құрғыр. Әйтеуір заман біздікі дейді де отырады. Бір сөзіне қарсы шықса, адыраңдап кетеді, бәленің арқасыз қозғандай. Бір ауыз қарсы келген үшін қыста бір рет сабапты алды, содан бері қорқады. Шалиғаның айтқандары шын сияқты, адамды аяу, жағдайына қарау дегенді ұқпайды, жүрегі тастай. Егер коммунист болғандары осындай болса, оларға дін неге керек? Тас жүректерге. Дін, жаны жұмсақ, жүрегі нәзік, Құдайдың жолында жүргендердің ісі. Осы нақұрысқа қайдан кездестім деп уайымдап, аяғы терең ойға ұласты. Баяғыда жол бойы ауылдар болушы еді. Әрқайсына тоқтап, амандасып, сусын ішіп, ары қарай жүріп, кеш бата ел іргесіне жетуші еді. Бүгінде бір сұмдық, әлі жолда отырған бір үй көрмеді. Жайын Төрегелдіден сұрап еді. Жайылып кеткендерді кәліктіпке жиған, бәрі колхоз болып отыр. Баяғыдай өріс бермей таласатын бай батшалар жоқ енді. Малын тартып ортаққа өткізген. Оны малшы деген бағады, құлақтарды жер аударған. Бүгінгі тірлік өкіметтікі, өкімет кедейдікі деп жиналыс өткізіп жіберді. Сонымен не керек? Елге келгенше тірі жанмен жүгірген жануар көрмей жеттау. Есік алдына пәуеске келіп тоқтағанда үй ішіндегілер өре сыртқа шықты. Жалғасы бар.